Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі біз қысқа мерзімді жоспар құру әдістемесі курсының ықшам сабақ жоспарына тоқталғым келіп отыр. Жалпы қазіргі кезде мұғалімдерге арналған заманауи сабақ фестивалі байқауында көбіне осы ықшам сабақ жоспары бойынша мұғалімнің шеберлігін тексереді. Енді қараңыздар, бұл сабақ бойынша сіздер бүкіл бір сабақ, яғни 45 минут сабағыңызды сіз 15 минут уақытқа кіргізу керексіздер. Сіз тапсырмаларыңызды сол 15 минуттың ішінде оқушылармен өткізіп үлгеруіңіз сіздің шеберлігіңізге байланысты болады. Енді бұл жердегі мен сіздерге 7-ші сыныптағы Төлен Әбдіковтің қонақтар әңгімесі тақырыбына жасалған ықшам сабақ жоспарын көрсеткім келіп отыр. Бұл жерде сабақтың тақырыбы Төлен Әбдіков қонақтар әңгімесі. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Яғни сабақтың мақсаты бізде әдеби шығарма сюжетін түсінеді және құрамдас бөлшектерін талдайды. Енді қараңыздар, бұл жерде сабақтың басы, яғни қызығушылығын ояту, бұл жерде сіздерге көп уақытты алмайтын, яғни абстрактілі әдіс-тәсілдерді қолдану керек. Яғни абстрактілі әдіс-тәсілдерді мен жоғарыда түсірілген сабақтарда айтқанмын. Ол жерде жеке-жеке оқушымен емес, жалпылама оқушыларменен жұмыс жасайсыз. Жаңағы көзін жұмып бір қиялдатасыз ба, жоқ жаңағы бір нейрожаттығулар орындатасыз ба, яғни бұл жерде сіздің тақырыбыңызға және сіздің шеберлігіңізге байланысты. Келесі сабаққа кіріспе. Бұл жерде сабаққа кіріспеде оқушыларға мұғалім QR арқылы өз топтарын анықтатып отырғызады. Яғни топтарда бұл жерде QR менен сілтемемен өткен кезде әр топта қара шаңырақ, үміт, парыз деген сөздер шығып тұр. Яғни оқушылар осы QR-ды, өздеріне түскен QR-ды сканерлеп, өз орындарына отырады. Яғни осы жерде құндылықты да айтып кетуге болады. Қара шаңырақ дегеніміз не, жалпы үміт дегеніміз не, парыз дегеніміз не деген сияқты балалар әр өз орнына отырғаннан кейін осыны бір пысықтап алса болады. Келесі сабақтың ортасы, яғни сабақтың ортасына келген кезде бізде осы жерде оқу мақсатына жетелейтін бір тапсырма орындатуымыз керек, және ол тапсырмамыз барлық оқушыларды 100% қамтитындай болу қажет. Енді қараңыздар, бұл жерде мұғалім жаңағы Төлен Әбдіковтің қонақтар әңгімесін бөліктерге бөліп, жеке-жеке жаңағы парақтарға шығарып, жаңа 3 бөлінген топқа берген. Яғни оқушылар әр топ өздерінің жаңағы берілген мәтін бөліктерін жеке оқып шығады. Бұл жерде мұғалім оқушыларға жай ғана оқып отырғандықтан ауызша кері байланыстар беріп отыруына болады. Келесі, осы тағы тапсырманы, яғни орындап болғаннан кейін оқушылар мына бөлікті, жаңағы мәтін бөліктерін оқып болғаннан кейін мұғалім бұны үштік әдісі арқылы жаңағы мәтіндің жаңағы құрылымдарын бір-біріменен талдатқызады. Яғни мына жаңағы оқып отырған, мысалы әңгімелеп болған оқушылардың топтардың бір-біріне сұрақ қою арқылы жаңағы әңгімеге толық талдау жасайды. Яғни бұл жерде үштік әдісі дегеніміз қалай болады? Мына жерде жаңағы сіздер топқа бөлдіңіздер, 3 топқа. Сол кезде әр оқушы, әр топ өздеріне берілген жаңағы тапсырмаларды, мәтін бөліктерін оқып алды. Одан кейін олардың мына мәтін бөліктері бойынша олар әңгімелейді. Әңгімелегеннен кейін мына қарама-қарсы 2 топ оларға сұрақ қояды. 2 сұрақтан қоюы керек. Сол топ жаңағы осы сұрақтарға жауап беру керек. Келесі топ, екінші топ жауап берген кезде, бірінші мен үшінші топ сол
топқа сұрақ қояды. Тура сол сияқты үшінші топ жауап берген кезде бірінші, екінші топ, үшінші топқа сұрақ қояды. Сол кезде жаңағы бүкіл осы мәтіннің құрамдас бөліктері талдауға кіріп кетеді. Яғни біздің мына жердегі оқу мақсатымызға сай осы жаңағы тапсырма орындалып отыр осы әдіс арқылы. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау дейді. Яғни осы бір әдіс арқылы мұғалім осы жерде жаңағы балалардың барлық жаңағы әңгімеге талдау жасап кетеді. Алдымен бөліктерге бөлді, одан кейін барып толық талдау жасап кетті. Міне осы жерде сіздер жеке-жеке әр оқушының алдына не қоясыздар, бересіздер, дескриптор. Бұл жерде әңгімеге сюжеттік талдау жасайды, сұрақтар қояды, яғни әрине сұрақ қояды, сұраққа жауап береді және оған 3 балл белгілейді балалар. Келесі тапсырма, осы мәтінді талдап болғаннан кейін оқушылар не түсінді? Бұл жерде мұғалім Google Forms платформасы менен жаңағы оқушыларға WhatsApp желісіне сілтемесін жібереді. Осы сілтемемен өткен балалар сол жаңағы ішіндегі берілген жалпы тапсырма бойынша 7 сұрақ. Осы 7 сұраққа оқушылар жаңағы жауап береді. Білесіздер, Google Forms платформасы бірден оқушылардың жауаптарын дұрыс-бұрысын анықтап, кімнің қанша балл алғандығын бірден анықтап береді. Яғни бұл жерде оқушы өзінің алған нақты балын қояды. Яғни ол мұғалімге де көрініп отырады. Және келесі, бұл жерде 2-ақ минут жетеді, өйткені мынаны талдап болғаннан кейін оқушылар мына сұрақтарға ешқандай жаңағы қиналмай жауап береді. Келесі тапсырма бізде функционалдық сауаттылық. Білесіздер, қазіргі кезде функционалдық сауаттылық тапсырмалар міндетті түрде болу керек. Бұл жерде 3-ші тапсырма дейді, мұғалім кестемен жұмыс береді. Бұл жердегі QR-дағы сөздерге тоқталып, оқушылардың ойын қазіргі заманмен салыстырып отырып әңгімелетеді. Яғни мына тапсырмасы мұғалімнің функционалдық сауаттылыққа кіреді және құндылықты қамтып алып кетіп отыр. Яғни бұл жердегі тапсырмалар, жаңағы кестедегі тапсырмалар, бұлар жаңағы 3 топқа бөлінгенде мына тапсырмаларға жаңағы сілтемемен өтеді. Мысалы, әке жолын қуса, менің жолымды қусын, ие болсын мына қу шаңыраққа. Яғни бұл жерде қандай құндылық бар екен, яғни қара шаңыраққа ие болу. Келесіде жаңағы ертеректе осыдан 60 жылдай бұрын сонау қыстау маңы тізілген үйлер болатын. Бектемір әулеті тегіс осы араны қыстайтын. Өмір бақи жан жаққа пышырап көрген емес. Ағайыншыл еді ғой бәрі де. Көктемде ел қыстаудан көп ұзамай өзен жиегіне қаз-қатар киіз үй тігеді. Яғни осы жерде, осы мәтінде қандай құндылық берілген, яғни бірлік, татулық, туыстық қарым-қатынас деген сияқты. Және ең соңындағысында да тура осылай оқушылар мәтінді оқып алғаннан кейін оның ішінде қандай құндылық бар екендігін осы жерде атап беріп кетеді. Яғни бұл тапсырма функционалдық сауаттылыққа арналған кестемен жұмыс. Келесі, мұғалім сабақтың соңы аяқталғаннан кейін оқу мақсатына қайтадан қайтып барып, бүгінгі жаңағы оқу мақсатына жеттік па, жетпедік па, осыны айта кеткеннен кейін барып, мұғалім жаңағы оқушылардан кері байланыс алады. Енді бұл жерде 15 минут уақыт болғандықтан, WhatsApp опрос арқылы мұғалім тек қана сілтемесін жібереді. Ол жерде балаларға түсінікті емес деген сияқты, иә, жоқ деген сияқты жаңағы белгіні белгілеп шығады. Яғни бұл жерде автоматты түрде мұғалім жаңа біліп отырады, қанша бала түсінді, қанша балаға әлі көмек керек, және бірден үйге тапсырма беріп жіберуіне болады. Яғни қарап отырсаңыздар, осы жердегі мына қ.м.ж-ның өзі қысқа мерзімді, яғни ықшам сабаққа арналып жасалып отыр. Ықшам сабаққа жасалынған сабақта сіздер негізгі бөлікте мына оқу мақсатына жететін тапсырманы ыңғайлап және 100% оқушылар қатысуын қамтамасыз етсеңіздер, сіздің сабағыңыз өте керемет жоғарғы деңгейде өтетін болады.